Өмірімнің қиын да қысқа болғанына қарамастан, мен өз міндетімді орындап, халқыма қалтқысыз қызмет жасадым. Мен болашақ ұрпағым жүретін көпір салып, болаттай жолдар төседім. Халқымның атын шығаратын санлық инженерлер тобын тәрбиеледім. Халқымның тарихын зерттелеп, ұлы жазушылар жолында қазақтың ұлы адамдарын, олардың әлемдік өркениеттегі ұлы істерін және әрекеттерін анықтадым. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша встреча посвящена первому казахскому инженеру-железнодорожнику, активному деятелю Алаш-Орды, ученому Мухамеджану Тынышпаеву. В этом году ему исполняется 140 лет. Әр дәуірдің өз қаһарманы бар. Саналы ғұмырын туған халқының мүддесіне арнап, саяси қуғын-сүргін құрбаны болған, қабілет дарыны мен ұлттың мерейін асырған дара тұлға Мұхамеджан Тынышпаевтың туғанына 140 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған Мұхамеджан Тынышпаев Олардан да ұзақ жол атты кешке қош келдіңіздер. 60 жылдары ең алғашқы рет бұлай халық арасында, оқушылар арасында да халық жолдары туралы сөз шыға бастады. Сол халық жолдарының біреуі осы Мұхамеджан, біздің о жақта тамен жерлесі Жансүгіров, одан кейін Шоқан туралы, Шоқан жар жерде Матай станциясынан басып өткен Қытайға барар жолында. Сондықтан сол кісілер туралы біз әңгімені ең ашты естідік. Мен сол кездегі таңғалдым. Бұл қалай? 26-27 жаста қазақ жігіті депутат, думаның депутаты. Өзінің осы іштердің ішінде думада ондай жастар жоқ. Бәртүрлі үлкен саудагерлер, сол сияқты басқа адамдар. Кейін еңбегін оқып жүріп, мені Теміржол институтын әкем менің осы Түркісті салған адамдардың біреуі грабарит атпенен, арбаменен, жеңменен, көшекпенен ұмтасып Теміржол салғандар. 27 жылы Түркістік Назимет осының бастады, ой жағынан бастады. 30 жыл 28 жылы күні Айнабұлақ деген станцияда біткен. Рысқұл сонда ұспайт етіп, сол жерде жинасы өткен. Теміржол деген сөзшіні кетіп болса, қашар жылы бірде-бір адам ашықтан өлген жоқ, Теміржол бойда жүрген. Мұны Шымортау ауданы, Абай жағы, Қарағар жақтан бәртері Теміржол жағалап, Теміржол бойдегі жұмыс істеп, Теміржол бойда көбінді жағалап. Жылдары түрмеде отырғанда осы мен Донецкі, Москва Теміржолының проекция салады. Түрмеде отырып, сонда бар жазып берген. Соншалықты жаңа ақырғының белгісі. Мен осы арада, мысалға, Россиядан келгендер болсын, басқа жақтан келгендер болсын, Базылдымай, Зачтаға барып болсаңдар, бірде-бір қазақша көші болған жоқ. Мұна жаңғылға байланысты, жаңа аттарға байланысты, мен жаңағы әдебиет бастары Теміржолдың Нұр Отанмен салғылық еттік. Бәрі ешпенен жаңағы. Содан кейін екеуінде де мен жаңа сөз сөйлеп, бірінші Лениногорск көшесін Теміржол деп ататқызып, Октябрьский көшесі қазір Тынышпаев атында.